армысыздар. Осыдан 100 жыл бұрын, дәлірек айтсақ, 1926 жылы 10 қыркүйекте сол кездегі қазақ елінің астанасы Қызылорда қаласында тұңғыш рет қазақ драма театры құрылды. Кәсіби ұлттық сахна өнеріне бір ғасырдың толуы бұл мерейтой ғана емес. Қазіргі таңда біздің қоғамымызға театр қажет пе? Егер қажет болса, біз жас ұрпақтың бойына қандай мұраларымызды қалыптастырып жатырмыз деген өзекті ойлардың тереңіне бойлатады. Иә, театр сөз жоқ, тылсым өнер. Оның тылсым күшін сахна шымылдығы ашылған сәтте залда отырған көрермен сезіне бастайды. Қойылым рационалды тұрғыда сенің санаңа, эмоционалды тұрғыда жүрегіңе, жан сарайыңа әсер етеді. Әсіресе тарихи драмаларды, эпостық қойылымдарды сахналаған кезде залда отырған көрерменнің санасында тіпті естеліктер жаңғырады. Бұның жарқын мысалы осыдан 5 ғасыр бұрын ауыздан ауызға тарап, ұрпақтан ұрпаққа мирас болып жеткен Қыз жібек лира эпостық жырын айтар едім. Бұл жыр біздің халқымыздың мәдени мұрасы. Сонау 1933 жылы халық комиссары Темірбек Жүргенов тұңғыш рет қазақтың ұлттық опера театрын ашар кезде, сол кездегі зиялы қауымға тапсырма береді. Жас жазушы Ғабит Мүсірепов Төлеген мен Жібектің ортасындағы сүйіспеншілік сезімді либреттоға айналдырса, ал композитор Евгений Брусиловский бұл шығарманы жағына халықтың әндері мен халық композиторларының туынды негізінде музыкасын жазады. Нәтижесінде ұлттық опера осылай пайда болды. Күләш, Құрманбек, Қанабек шаралар арқылы операның екінші тынысы ашылды. Қандай ғажап дүние, қандай ғажап әуендер. Расында да Евгений Брусиловскийдің сұңғылалығы сондай, қазақтың халық әндерін, халық композиторларының туындыларын ала отырып, опера деген жанрды қазақтың топырағына енгізді. Яғни өнер аккультурацияға ұшырады. Бұл операның көрерменге жол табу арқылы жырдың алғашқы тынысының ашылуы еді. Араға жылдар салып 1969 жылы белгілі кинорежиссер Сұлтан Ходжықов Қыз жібек 2 сериалы көркем фильмін түсіру арқылы Қыз жібекке екінші тыныс сыйлады. Нәтижесінде сол 2 сериалы көркем фильм миллиондаған жүрекке жол тапты. Ал тағы да араға уақыт салып, жуырда ғана симфониялық оркестрмен орындалып келген осы бір туындыны белгілі этномузыкант, композитор Бауыржан Ақтаев этно-фольклорлық ансамбльге лайықтап, Қыз жібек нәтижесінде мюзиклға айналды. la la la
Міне өздеріңіз көріп, көңілдеріңіз соғайып отқан болар. Қыз жібек мюзиклға айналғанмен, оның формасы ғана өзгерді. Мазмұны ешқандай өзгерген жоқ. Сол өзінің рухани өзегіндегі тазалығын, мөлдірлігін қыз жібек жоғалтқан жоқ. Егер осыдан сол 91 жыл бұрын операны тамашалаған біздің аталарымыз, әжелеріміз залда отырып қалай сезінсе, қазіргі көрермен де солай сезінеді. Виртуалды әлемнің ішінде өмір сүріп отырған жас көрермен де сахнадағы Жібек, Төлеген, Бекежандармен бірге өмір сүреді, тыныс алады, тебіренеді, толғанады, айтысып тартысады және құлай ғашық болады. Меніңше өнердің де басты мақсаты осы сияқты. Өнердің қос қанаты бар. Өнер екі үрдіс арқылы жасалады. Оның біріншісі дәстүрлі мұраны сақтау, екіншісі жаңашылдық. Дәстүрлі сақтаудығы меніңше ол бір мына сөніп қалған күлге жастарды жинап әкеліп жылындыру емес. Ол керісінше сол дәстүрге қайтадан тамызық дамытып, от жағып, соны және миллиондаған, мыңдаған көрермендердің жүрегін жылыту болып есептеледі. Дәстүрдің, мұраның сахнадан көрініс табу ерекше. Әрине, кітапта, музейде мұра небір артефактылар арқылы сақталады. Кітаптың бетіндегі жазба, тарих жазбаға айналады. Ал музейдегі тарих ол жәдігерге айналса, ал сахнадағы дүние, мұра ол тірі адамдар арқылы көрермендердің жүрегіне жол табады. Меніңше ескілік дегеннен қашпау керек. Ескілік деген кезде қыз жібекті біреулер айтады, қыз жібектің түпнұсқасы бар. Ол арнайы жыршылардың, дәстүрлі орындаушылардың сүйемелдеуімен халыққа жету керек деп. Мен айтар едім, жоқ, бұл интерпретация. Бірақ бұл қыз жібектің де әсері түпнұсқадан өте зор деп айтам. Әрине, жаңашылдықпен жеткізуде біздің көптеген өнер саласындағы адамдарға күш түседі. Ол композиторлар, ол жас драматургтер, режиссерлар, әртістер, солардың ізденістер арқылы, солардың сахнаның небір заманауи тілін жеткізу арқылы қыз жібек әлі күнге дейін өміршең болып келе жатыр. Қыз жібек сөз жоқ феномен шығарма. Мен осы қыз жібектің құбылыс екенін дәлелдейтіндей бір 2-3 детальді айтқым келеді. Сол 1936 жылы алғашқы рет сол Кеңестер одағының астанасы Мәскеуде қазақ өнері мен әдебиетінің 10 күндігі декадасы өтеді. Бұл декада мүлдем қазақ өнерінің, сахна өнерінің мәдениетін өзгеше көрсеткен үлкен 10 күндік апталық болды. Сол апталықты тамашалаған Кеңес одағының басшылығы, әсіресе қыз жібектегі көре отырып, осындай тамаша фольклоры бар, этнографиясы бар, тамаша костюмдері, бай музыкалық мұрасы бар халық автономиялық республика емес, өз алдына дербес мемлекет болуға лайық деп, нәтижесінде 36 жылдың 30 желтоқсанында қазақ СССР-ге айналды. Және сол 36 жылы Станиславский, Немирович, Танченколардың қатарында жасы 23-тен 24-ке енді ауысқан Күләш Байсейітова ең жоғарғы атақ Кеңестер одағының халық артисі атанды. Және қыз жібектің махаббаты, Төлегеннің сүйіспеншілігі өмірде де Қанабек, Күләш Байсейітовтердің шынайы отбасылық бақытына, шаттығына ұласты. Сахнада Жібек пен Төлегенді партиясын орындаған Қанабек пен Күләш апамыз керемет етіп ұрпақ өсірді. Ел қызғатындай шаңыраққа айналды. Ал 69 жылы түсірілген көркем фильм, Қыз жібек фильмінде де басты бейнелерді сомдаған Құман Тастанбеков пен Меруерт Өтекешева да өмірде де, өнерде де жарасымды жұпқа айналып, бақытты өмір сүрді. Мен бұны айтып отырғаным, бұл шын мәнінде рухани тамыры терең мөлдір шығарма. Ал мен сахналаған мюзиклда да не жаңашылдық болды десеңіздер, ол жаңашылдық жаңағы этнофольклорлық мюзикл ретінде болса, және сол кейіпкерлерді сомдаған Оразалы Игілік пен Инабат Ризабекова да отбасына айналды. Яғни сахнада Оразалы мен Инабат тек қана қыз жібек пен Төлегеннің бейнесін сомдай қойған жоқ. Олардың махаббаты шынайы мұра емес, үлкен бір ұлы махаббатқа айналып, нәтижесінде екеуі Париждің сахнасында, Авиньонның, Брюссель, Вена, Берлин, Мәскеудің сахнасын осындай әдемі әнмен тербетті. Мінекей, соның қорытындысы біздің жібектің дүниеге келуі.
жібек келе ғой. Иә, театр ол диалогтық өнер. Оны диалог деп айтып отырғаным, композитор мен режиссер, драматург пен режиссердің ортасындағы диалогтық өнер. Режиссер мен әртістердің ортасында, әртістер мен көрермендердің ортасындағы диалогтық өнер. Тіпті залда отырған әжеміз жібектің әнімен бірге гәкку гәкку деп елтіп отырып, өзінің ұзақ жасайтын уақытқа келгенді сезбей қалады. Сондықтан менің ұғымда осы Оразалы мен Инабаттың ары қарай ұрпағының жалғасы, аты да заты да біздің 5 жасар жібектерімізбен біздің сахналық мұраларымыз ары қарай жалғасатынына мен сенем. Сондықтан осы залда отырған біздің қазақтың аяулы армандары, үкілі үміттері, жібектерге, төлегендерге әрқашан біз ұлттық құндылығымызды сақтасақ қана ұлы ұлтқа айналамыз деп айтқым келеді. Себебі ұлттық құндылықтың тамырында біздің тарихымыз бар, біздің мәдениетіміз бар, біздің дүние танымымыз, философиямыз бар. Біз тарихты осылай сақтаймыз. Сіздерге де осылай сақтауды мен тапсырар едім. Әрине заманауи трендтер керек, бірақ трендтердің ішіндегі ең мықтысы біздің Қыз жібек, Қозы көрпеш, Баян сұлу сияқты ешқашан өшпейтін жырларымыз. Рахмет.